Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл-Айзат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен ең танымал қандай түрлері пайда болғанмен де ешқашан өз құндылығын жоғалтпайтын классикалық Нью-Йорк чизкейкінің рецептісімен бөлісемін. Бұл чизкейк өзінің аты айтып тұрғандай классика және де әр уақытта сұранысқа ие. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен әрине негізінен бастап дайындаймыз. Менікі печеньеден жасалады. Қарапайым ештеңе қосылмаған 4 бұрышты печеньені алып, ыңғайлылығына қарай мен сияқты блендермен, немесе блендер болмаған жағдайда целлофанға салып, оқтаумен езгілесеңіздер де болады. Барлық ингредиенттер мөлшерімен видео астындағы сипаттамада жазылған, және де негізіне печеньемен қоса мен сәл грек жаңғағын да қосамын. Ол да бір ерекше дәм береді. Үгітілген печенье мен жаңғаққа ертілген сары май қосып, барлығын біріктіреміз. Чизкейкті пісіретін формамызды дайындаймыз. Мен форманың диаметрін 20 см қылып алдым. Форманың астына міндетті түрде бірнеше мәрте фольганы төсеп алып, жан-жағын қысып дайындаймыз. Және де дайындаған печеньелі негізді дәл видеода көрсетілгендей салып, шеттерін 5-6 см биіктікке көтереміз, бірақ ол сіздің чизкейкті қандай диаметрде жасайтындарыңызға байланысты. Егер мысалы сіздер чизкейктің диаметрін 24-26 см қылып жасасаңыз, шеттері 3-4 см ғана болады, көлемі үлкен, бірақ биіктігі аласа. Міне негізін осылай стаканның көмегімен әдемі түп-түзу етіп жасаймыз. Енді ортасына құятын сүзбелі массаны дайындағанша оны тоңазытқышқа салып қоямыз. Сүзбелі ірімшікке қант ұнтағын қосып, біркелкі болғанша венчикпен араластырамыз. Кейін майлылығы кемінде 20% болатын қаймақты және де міндетті түрде майлылығы 33%-дан жоғары болатын кілегейді қосып тағы араластырамыз. Келесі кезекте бір-бірлеп жұмыртқаны араластырып отырып қосамыз. Және де соңында 2 ас қасық жүгері крахмалын, 1 ас қасық лимон шырыны мен сәл ванилин қосамыз. Біздің масса осылай өте оңай әрі тез дайын болды. Енді дайындап қойған негізге массаны құйып түзулейміз. Чизкейкті 180 градуста қызып тұрған пеште су моншасында 30 минут пісіреміз. Су моншасын дәл мен сияқты противенге шамамен 1 литр қайнаған су құйып жасай аласыздар. Біз форманың түбін фольгамен жақсы қаптағандықтан су өтпейді. Чизкейк піскен соң дәл сол пеште суығанын 1-2 сағат күтуіміз қажет.
Біздің классикалық Нью-Йорк чизкейкі дайын. Аты қиын болып естілгенмен өзінің шарттарын ескеретін болсақ, жасау жолы өте оңай әрі тез уақытта дайындалады. Чизкейктердің қандай түрлері пайда болғанмен де, мен үшін әрдайым бірінші орында осы классикалық Нью-Йорк чизкейкі болып табылады. Алдында айтып өткендей, менде диаметрі 20 см өте биік болып шықты. Сәл аласа болған қаласаңыздар, дәл осы рецептпен 24 см диаметрде жасасаңыздар болады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Дәмі шын мәнінде қандай да ерекше, керемет кафетерийлерден де кем болмайды. Менің алдағы басқа да рецепттерімді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Және де міндетті түрде қоңыраушаны басыңыздар. Сонда сіз менің рецептімді ең біріншілер қатарынан көресіздер. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат, баршаңызға сәттілік.